Қызылордада Кеңес одағының батыры Тайымбет Көмекбаевты еске алуға арналған грек-рим күресінен ересектер арасындағы халықаралық турнир басталды. Биыл екінші рет ұйымдастырылып отырған байрақты бәсекеге әлемнің 20-дан астам елінен балуандар жиналды. Турнирдің ашылу салтанатына облыс әкімінің орынбасары Мейрамбек Шермағанбет, туризм және спорт министрлігіне қарасты комитет төрағасы Руслан Есенәлин, сондай-ақ күрес федерациясының өкілдері қатысты. Сонымен бірге батырдың ұрпақтары да арнайы келіп, жарыстың маңызын атап өтті. Бұл әлемдік дода 1995 жылы самбодан республикалық ашық турнир ретінде ауданнан бастау алған. Содан бері бұл турнирден 100-ге жуық әлем және Азия чемпиондары шыңдалып шыққан. Бұған дейін турнир Қармақшы ауданында халықаралық деңгейде ұйымдастырылатын болатын. 2025 жылдан бастап аймақ басшысы Нұрлыбек Машбекұлының тікелей қолдауымен грек-рим күресінен ересектер арасында халықаралық деңгейде облыс орталығында өтуде. Осы жылы 5000 орындық арена ашылады деген үміттеміз. Бұйырса сол ашылғаннан кейін енді келесі жолы Қызылордада бұдан жоғары деңгейде өтеді деп жоспарлаймыз. және де біз ондай жаңа заманауи нысандар салынған кезде біздер әлбетте түрде Кубок Қазақстанда дейміз, чемпионат Республика Қазақстан соларды немесе 5000 адамдық орындықта аренада бұйырса Азия біріншілігі өтеді деген сенімдеміз. Ұйымдастыру жағына келетін болсақ өте керемет. Барлығы 11 мемлекеттен балуандар қатысуға келген екен. Спортшылардың қатарында Олимпиада, әлем, Еуропа және Азия ойындарының жеңімпаздары мен жүлдегерлері бар. Жалпы саны 200-ге жуық спортшы 10 салмақ дәрежесі бойынша өзара мықтыны анықтады. Халықаралық додаға Әзербайжан, Бразилия, Қытай, Моңғолия, Түркия және басқа да елдерден келген спортшылар қатысты. Сонымен қатар еліміздің барлық өңірлерінен келген балуандар da bақ сынады. Bundan önceki zaferlerim gençlerde Avrupa Dünya madalyalarım var. Грек-рим күресімен 12 жылдан бері айналысып келемін. Бұған дейінгі жетістіктерім жастар арасында Еуропа және әлем чемпионаттарының жүлделерім бар. Әлем чемпионатында 2-ші орын, Еуропа чемпионатында 2-ші орын және Түркия чемпионымын. Қазақстанға 2-ші рет келуім, 2-ші турнирім. Қазақстандағы турнирлерді ұнатамыз. Тартысты кездесулер өтеді. Бүгінгі жарыста чемпион болуды күтемін. 2 айналымда жеңдім, 3-ші айналымға шығамын. Жарыс қорытындысы бойынша еліміздің барлық аймағынан келген 20 команда, 800-ге жуық спортшының арасынан сыр спортшылары 4 алтын, 4 күміс, 3 қола медаль жеңіп алды. Айта кетейік, бұл турнир жас спортшылардың шеберлігін шыңдап, халықаралық деңгейде тәжірибе алмасуына үлкен мүмкіндік берді. Ержан Смағұл, Ерасыл Тұрсынбай, Жетчет Ньюс.